Ару, осы 4 жыл ішінде біз түрлі тақырыптарды қозғадық, танымал тұлғалардан сұхбат алдық. Енді қазір маған бір ой келді. Біздің университетімізде де айтары берер көп ұстаздарымыз бар ғой. Неге сол кісілерімізді қатыстырып, сұхбат алып, YouTube жоба жасамасқа? Я, жақсы идея. Оқып бітіріп жатырмыз ғой, артымыздан із қалдырып кетейік. Ұстаздарымыздың әртүрлі қырларын студенттерімізге көрсетейік. Бірінші Аязбек ағайдан бастасақ қайтеді? Маған да сол кісі жұмбақ болып көрінеді. Сәлеметсіз бе, Аязбек мырза? Бүгін уақытыңызды бөліп сұхбат беруге келгеніңізге көп рахмет. Бізге мұны ұстаздық етіп келе жатырсыз, бірақ нақты өзіңізді тұлға ретінде сіз жайлы біз көп біле бермейміз. Өзіңіз жайлы біраз айтып берсеңіз. Әрине, бұл IT университетте қызмет етіп жүргенімізге мақтаныш етеміз. Өйткені IT деген соңғы жылдары мына Қазақстанның жоғары білім беру саласындағы жетекші оқу орындарының бірі болып саналады. Ал енді мен өзіме келетін болсақ, мен Жамбыл облысы Мерке ауданында дүниеге келгенмін. Содан мектеп бітіргеннен кейін Қазақтың ұлттық университеті журналистика факультетіне оқуға түстім. Содан елімізде, яғни Жамбыл облысында аудандық газеттерде бірнеше жыл еңбек еттім. Кейінгі жылдары Жамбыл облысындағы ол кезде Лениншіл жас, қазіргі Жас Алаш газетінің меншікті тілшісі болып қызмет атқардым. Сіздің жаңағы балалық шақ деген тіркесті естіген кезде қандай оқиға сіздің есіңізге түседі бірден? 70-ші жылдары бір керемет оқиға болды. Мен мысалы 7-ші класстың оқушысымын. Жазды күні Қырманда ауылдың жұмыс істеп, содан Қырманда қалай жұмыс істегеніміз, қандай жетістікке жеткенімізді ол кезде Қазақстан пионері сол газетке мақала жазып жіберіп едім. Ол әдемі етіп жарық етіп шыға келді газетке. Содан мен мектеп оқушысы журналист ретінде таныла бастадым. Бұрын космонавт боламын деп армандап жүргем. Сонымен газетке шыққан бір мақала менің өмірімді өзгертіп жіберді. Сіз осы журналистика саласында қызмет етіп жүргеніңізге көп болды. Осы еңбек журналистикаға қалай келдіңіз? Өзіңіздің еңбек жолыңыз туралы айтып берсеңіз. 2018 жылы 8 жылдай сыртта жұмыс істеп, Астана қаласынан Алматыға отбасы жағдайыма байланысты көшуіме тура келді. Мектепте оқып жүріп, әлгі радио құрастыру, радио туралы журналдарды оқу, болмаса әлгі шарманка дейді, усилитель дейді, сондай нәрселерді жасап қызыққан едім. Сөйтіп, не керек, 1992 жылы аудандық газетті компьютерлік версткімен кәдімгі ол кезде программада тапшы, шрифт деген тапшы, соған қарамастан шығара бастадық. Содан жаңағы 98 жылы Алматы қаласына келдім деп отырмын ғой. Қазақ радиосының жедел ақпарат орталығының жетекшісі болып қызметке кірістім. Тура сол жылы мені журналистика факультетіне қосымша сабақ беруге шақырды. Сөйтіп IT технологияға түпкілікті жақындадым деп айтуға болады. 2001 жылы журналистикадағы жаңа ақпараттық технологиялардың ықпалы деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғадым. Міне 4-ші жыл сабақ беріп жатырмыз. Бұл университеттің бір артықшылығы балаларға практикалық сабақты көбірек береді. Ағай, осы уақыт аралығында сіз көптеген жаңағы шәкірттерді оқыттыңыз. Солардың ішінде қазір осы елге танымал, белгілі бір жобаларда бой көрсетіп жүрген сүйікті студенттеріңіз бар ма? Қазіргі бүгінгі телеэкранда жүрген біраз журналистер алдымыздан өткені рас. Енді біз баяғы Қожакеев, Омашев сияқты 6000-5000 адамды алдымыздан өте қойған жоқ, бірақ дегенмен 2000-3000 төңірегінде студентке белгілі бір дәрежеде септігіміз дейді. Қазіргі жастардың мына әсіресе техникаға деген бейімділігі әлдеқайда жоғары. Ағылшын тіліне жетік болып келеді бұрынғыға салыстырғанда, онан кейін бұрынғылармен салыстырғанда қалай десек болады, кеңістігі кең, шетелмен байланысы бар, шетелдік технологияларды қолдануға бейім. Өміріңізде санаңызды селт еткізер бір кеңес берген, немесе сіз үлгі тұтатын адам болды ма? Енді ондай адамдар көп қой. Жаңағы журналистика факультетінде 15 жыл декан болған Темірбек Қожакеев деген кісі бар. Сол кісінің көп әлгі тепкісінде көрдік, әрі жаңағы бізге жол ашқан жағдайлары да болды. Мысалы, мен жаңа 5-ші курста қазақ жұмысшы баспасөзі деген тақырыпқа диплом жетекшім болды ол кісі. Сол кезде көп нәрсені үйреттім. Қалай зерттеуге болады. 30-20-ші жылдардағы газеттерді ақтаруға тура келеді. Олардың қарпы да бөлек, олардың жаңағы қол жеткізу де бөлек еді. Мүмкін менің мына ғалым болуыма, мүмкін сол кісінің де септігі тиген шығар. Қандай да бір қызығушылықтарыңыз бар ма, немесе хобби деп айтамыз ғой? Қызығушылығым жас кезімде шахмат болатын. Шахматты еш уақытта тастаған емеспін. Содан Мерке аудандық газетінде жұмыс істеп жүрген кезде ауданда бір секция сияқты бір нелер болды. Үлкен адамдар жаңа жұмыстан кейін барып оқитынбыз. Бірінші разряд деңгейіне дейін жетуге мүмкіндігім болды, бірақ кейінгі кезде тастап кетуге тура келді. Содан міне өткен жылдары осы
университетке келгеннен кейін IT жыл сайын турнир өткізіп тұрады екен жаңағы оқытушылар арасында. Соның соңғы 2 жылдың чемпионы менмін. Ал енді соңғы жылдары тағы бір өзіме бір хобби етінде алдым. Ол мына күн энергиясы. Қазір мен Алматы қаласының Қалқаман микроауданында тұрамыз. Сол жерде үйге жаңағы көп панельдерді қойып қойдым. Соның тоғын тексеріп тұрамын, қосамын, ажыратамын деген сияқты. Соның өзінен белгілі бір қанағаттану сезімін табамын. Хобби деген сол шығар. Енді кітап оқу болса болмаса, ғалым болғаннан кейін, сабақ бергеннен кейін ол ұдайы біліміңді жаңғыртып отыру керек. Ағай, міне сізді оқытушы ретінде танимыз, және тұлға ретінде жеке танып жатырмыз. Енді өзіңіздің отбасыңыз туралы айтып, таныстырып өтсеңіз. Өзі отбасы дегенде де біздің айтып отырмыз ғой. Мектеп бітіргеннен кейін университетке түстік. Өзі 50 бала қазақ бөлімінде оқыдық, журналистер болашақ. Сол отбасы біздің қазақ тобының ішінен 3 жұп пайда болған екен. Сол мен өзіміздің 5 жыл бірге оқыған курстасыма үйленіп, содан қазір 2 ұл, 1 қыз көріп отырмыз. Қазір Құдайға шүкір немерелерім бар. Балаларым журналистикаға бейімделген жоқ. Қызым әлгі актуарный анализ дейді, математика жағына кетті. 2 балам инженер. Жаңа өзімнің бала кездегі кейбір нәрселерімді сол балаларым ары қарай жалғастырып жатқан сияқты. Сіздің өмірлік ұстанымыңыз қандай? Журналист болғаннан кейін, өмірге деген, мына жалпы қоғамға деген көзқарасың басқаша болғаннан кейін, ол әділдік деген мүмкіндігінше шынайы, жасанды емес, жаңағы өмір сүру деген нәрсе бар. Одан кейін мүмкіндігінше көпшілікке, қоғамға пайдаң тисе дейміз. Кейбір мақалалар жазсақ та, ғылыми зерттеулер жасақ та, осы нәрсені еш уақытта ұмытпаймыз. Қазіргі біздің қоғамдағы жас журналистерге не жетіспейді, немесе олар қандай қателіктер жіберіп жатыр? Қазір негізі журналистикада өзі қиын жағдайда өмір сүріп отыр, өйткені ол біздің мамандарға қатысты емес, ол біздің қоғамға қатысты. Өкінішке орай Қазақстанда журналистика қаншалықты дамып жатты десек те, әлі күнге дейін кейбір принципиалды нәрселері бұзылып келе жатыр. Сөз еркіндігі, шындықты айту, жаңағы белгілі бір проблеманың түбіне жету дегенде журналистика қанша дегенмен сая бір әлсіздік көрсетіп отыр. Мысалы жаңағы әлеуметтік желілерге, блогерлерге қатысты айтам деген нәрсенің бәрін айту ол сөз еркіндігі емес. Сіздің сөзіңіз біреуге қуат беру керек, біреуге әсер беру керек, және ол мүмкіндігінше қоғамды жақсартуға әсер ету керек. Кейбір нәрселер өте жеңіл болып келетін жағдайлар көп, өте жаңағы не дейміз, әзіл қалжың болмасы нәрсеге жеңіл эмоция дегенге қазір көп көңіл бөліп кеттік. Ал жеңіл эмоциямен ол көп өмір сүре алмайсың. Одан гөрі қалай десек болады, қоғамның проблемалары да жеткілікті, жастарға жөн сілтейтін жағдайлар деген көп. Соған қарағанда кейде мен мысалы мына біздің ертеден кешке дейін телевизияда көрсетілетін кейбір фильмдеріміз, кейбір ток-шоуларымыз зиянды деп есептеймін. Оның артында қандай психология қалыптастырады, қандай адамның көзқарасын қалыптастырады, дүниетанымын қалыптастырады, күмәнді нәрселер көп. Сондықтан журналистика мүмкіндігінше салмақты, орнықты болғанын жөн деп есептеймін.